Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы тағам түрін дайындаймыз. Сондай арзанға шығады. Таңғы асқа немесе бесін асқа нанға жағып жегенге керемет тағам түрі. Бұл паштет, яғни паштетті енді дүкеннен сатып алмай, оп-оңай үйде дайындау жолын көрсетемін. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Қазанымызды қыздырып, 1 ас қасықтай сұйық май, 2 ас қасықтай сары майдан қосамыз, 1 кішірек пиязды, 1 кішірек сәбізді кез келген көлемде майдалап турап, 1-2 минуттай баяу отта қуырамыз. Бұқтырамыз деп те айтуға болады. Енді паштетіміздің басты ингредиенті тауықтың бауырын қосамыз. Менде мына жерде небәрі 300 грамм. Бауырда болатын артық сондай жіпшелерін, жилкаларын тазалап алып тастаймыз. Әрине, сиырдың бауырымен, қойдың бауырымен де дайындай берсеңіз болады, алайда тауықтың бауырымен сондай нәзік болып шығады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз, 1 шай қасықты толтырып тұз және 1 шай қасықты толтырып қара бұрыш қосуды жөн көрдім. Жақсылап араластырып, 1 дана лавр жапырағын қосып, 30 минут ең баяу отта қақпағын жауып, бұқтырып пісіреміз. Тағамымыз пайдалы болу үшін қуырмай, осылай өзінің сөліне бұқтырып пісірдік. Қараңыздар, сөлі бөлінді, нәтижесінде біздің паштетіміз сондай нәзік болады. Лавр жапырағын алып тастап, осындай блендердің көмегімен езіп аламыз. 1 келкі, 1 тегіс масса шығуы қажет. Мұндай блендер болмаса, кез келген ұсақтағыш құралды, измельчительді қолдансаңыз болады. Паштетке міндетті түрде қосылатын ингредиент бұл сары май. Сапасы жақсы сары май таңдауға тырысыңыз. Осындай бөлме температурасында еріп тұрған 50 грамм сары майды қосып жібердім. Сонда дәмі одан сайын сливочный болады. Қаласаңыз, сливки, яғни кілегей қосуға да болады. Осындай нәзік 1 келкі паштет шықты, дүкендегілерден 100 есе артық. Құрамында ешқандай консерванттары, артық қоспалары жоқ. Осы көлемнен шамамен 500 грамм дайын паштет шықты. Тоңазытқышта жабық контейнерде 1-2 аптаға дейін сақтауға болады. Сәл кептірілген осындай қытырлақ нанмен ұсынсаңыз өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, каналға жазылыңыз. Жаңа видеоларда жүздескенше. Құрметті көрермендерім, сіздер үшін әрдайым ең жақсы рецептерді ұсынамын. Каналымда неше түрлі тағамдардың, салаттардың, тәттілердің де рецептілері көп. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, пайдалы болады деген үміттемін.